Саламатсыздар, құрметті көрермендер қауымы. Баршамызға белгілі болған көркем сөздің хас шебері, ақын, аудармашы, дана да дара қазақ мақтанышы болған Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойын Қазақстан Республикасының әрбір өңірінде тойланып жатыр. Абайдың мұрасы теңдесі жоқ, үлкен қазынаға айналды. Әрбір туындысы өскелең ұрпаққа үлкен ой салып, рухани жетілдіріп, тәлім тәрбиенің бастауы болуда. Осы ойды негізге ала отырып, әрбір білім беретін мекемелерде үлкен іс-шаралар ұйымдастыруда. Абайдың көркем сөздің хас шебері екендігін дәлелдей отырып, өлеңдерін жатқа оқу сайысы ұйымдастырылды. Шымкент қаласындағы номер 130 жалпы орта білім беретін мектебінің 9 сынып оқушысы Төлеген Динара мен 7 сынып оқушысы Төлеген Абзалдың өлеңдері ұсынылуда. Назар аударып, экранға қарауларыңызды ұсынамын. Абай Құнанбайұлы қартайдық, қай ойладық. Қартайдық, қай ойладық, ұйқы сергек. Ашуың ашқаны ойын кермек. Мұңдасарға кісі жоқ сөзді қарлық. Кім көңілді көтеріп бола бермек. Жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек. Тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек. Басқан іс көрген қызық артта қалмақ. Бір алладан басқаның бәрі өзгермек. Шымкент қаласы номер 130 жалпы орта білім беретін мектебінің 6 сынып оқушысы Төлеген Абзал. Абай Құнанбайұлы заман ақы жастары. Заман ақы жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастыққа қойына тыққан тастары. Саудасы армен иманы, қайрат жоқ бойын тыйғалы. Еңбекте бетті ауыртпай, құр тілменен жиғаны, өңсіз іске шетперер, майданға түспей несенер. Сыйша тойса мас болып, өліге келіп сүйкенер, күлмеңдер келер көздері, қазынбас келер өздері, кекектер секей кетендеп, шошқа туар сөздері.